Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Каз бизнес арнасы. Бүгін сіздерге керемет, яғни бот ойынды көрсететін боламыз. Олар қалай сіздер нормальный ақша табуға болатынын көресіздер. Достар, оның аты Boinkers деп аталады, яғни бұл дирма койны. Дирма койндар арқылы біз тон монетасына ауыстыра аламыз. Тон монетасы арқылы біз жақсы ақша табаламыз. Яғни бұл дроп, яғни дроп дегеніміз, яғни airdrop тон валютасы арқылы біз өзіміздің ақшамызды таба аламыз. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, осындай персонаждарды качать ету арқылы сіздер бұларды айға жібересіздер. Мына Boinkers на луне деп тұрады. Сол арқылы біз прибыль час аламыз. Төбесінде көрсетіп тұрғандай прибыль час. Осы прибыль частар арқылы біз дропты ақшасын көбейтеміз. Сол арқылы дропта, яғни өз уақытысына жеткенде ақшаны шығарып алатын боламыз. Бұл жерде міне монетка арқылы оны жақсы көбейте аламыз. Қарайтын болсаңыздар, оны спин арқылы және де мына жерде профит деген батырма арқылы таба аламыз. Спин деген батырманы қарайтын болсақ, бізде примерно 60 попытка деп тұр. Білмейміз, енді көреміз бұны қанша екенін. Мына жерде қарайтын болсақ, түрлі заттар түсіп тұр. Міне 6 мың теңге түсті. Қарайтын болсақ, міне бұл жерде не түсті? Вы украли дейді. Білмеймін, нені украть еткен. 75 мың. Ол монетаны естіп алуға бар екен. 336 монета өзіңіздің осындай шақырылған адамнан ұрлауға болады екен. Тағы да осындай спин арқылы біз көптеген ақша таба алады екенбіз. Міне 6000 монета. Енді друзья деген батырманы басатын болсақ, бұл жерде міне ақша шақыру, яғни дос шақыру арқылы бұл жерде біз осындай спин аламыз. Спин дегеніміз осы жердегі крутилка. Сонымен қатар мына жерде міне ставим эмоции на последний пост каждые 8 часов и получаем 500 тысяч монет. Получить деген батырманы басайық. Бірақ бұл задание жаңағыдай жөні басылмағандықтан осындай қатып қалды. Енді басқасын орындап көрейік. Міне. Так, қайсысын орындасақ болады? Бізге мынаны орындап көрейік. Міне Telegram. Бұл Telegram особо қатты негізінде рөл ойнай бермейді. Кірмей жатыр ғой, енді ладно, қоя берсін. Телеграмды негізінде бұл жерде қатты кірмей қойсаңыздар болады. Кірмей осындай бонустарды алып алсақ болады. Яғни біз осы арқылы міне мынау персонаждарды дамыта береміз. Одан кейін осындай coin прибыль часто аламыз. Мына жерде менің бір Boink'ым жүр. Бұл жерде мені қарайтын болсаңыздар, мына жерде прибыль часты 2 есе көбейтуімізге болады. Сол арқылы мына жерде дроп банкты аламыз. Одан кейін мына жерде кошелекте тіркеу қажет болады. Кошелекте тіркеу арқылы сіздердің, яғни монеткаларыңыз осы дроп басталған кезінде кошелектеріңізге түсетін болады. Тон койны білетін болсаңыздар, қазіргі уақытта ол нормальный суммада тұрады. Достар, сонымен қатар мына жерде тон койны $10,000 ойнатып жатыр екен. Бұл жерде, яғни 8 күндей қалыпты. Бұл жерде тіркелу үшін мына жерде белгілі бір тапсырмаларды орындаймыз. Сол арқылы, яғни start with tasks-ты орындап, $10,000-ға, яғни счетқа қатысамыз. Егер ұтатын болсақ, нормальный сумма ұтуымызға болады. Қарап отырсаңыздар, қазіргі уақытта тон койнның бағасы 483 рубль, яғни бізге 10 тонның жинаған өзінде де, яғни 20 мың теңге жинауымызға болады. Сол себепті бұл проекттен жақсы нәтиже көрсетуімізге, яғни жақсы нәтиже алуымызға мүмкіншіліктер бар.